Biz efirden çıktık. Canımda Aykerim kız var. Kazlamak şey varamız ya. İşte özüm şoktayım ben de istiyorum. Hatta Jaman oylap kamandır. Lavurup kuvanmaysınlar mı? Yok mu? Bәлі жақсы болады. İşte ужин ішіп алдық. Эйо. Девген красотка, но. Şuradan çıkıp biz İstinbay mevcutları ketip Mo'laмен кино көреміз және де Мо'ля өзі туған күнін сыйлық қарауға келді. Мына жақта, как обычно, атмосфера өте ерекше. Мен кофе алуға бара жатырмын, даже қайырлы кеш барлықтарыңызға. Біз жерден шықтық. Кеше мен айтып едім ғой, өзімнің туған күніме өзіме сыйлық жасаймын деп. Қазір енді қайда бара жатыр деп ойлайсыздар, не алады деп ойлайсыздар. Кеше мен сіздерге опрос қойып едім, не алады деп ойлайсыздар деген кезде біраз адам жазыпты, кәдімгідей ойларыңызды білдіріп кете беріңіздер, сіздерге көрсететін боламын. Ал достар, қараңыздар, менің бұрыннан оқитын оқырмандарым, достарым өзі біледі, менің шашыма көп шампуньдар жақпайды, тез майланып кете береді. Көп ойлайды, мен басымды жумаймын деп, бірақ мен көп күніге жуам, сонымен майланып кете береді. Білмеймін, көп ұстағаннан ба, или шампунь жақпағаннан ба, мен көп ауыстырам. Осы жолы енді осындай корейлік брендке тоқталдым. Мен бірінші рет қолданып көріп жатырмын. Біріншісінің өзінде маған ұнап жатыр. Қараңыздар, шашым жылтырап, күшті болып тұр. Сіздерге де енді қыздардың көбісінің проблемасы осы шаш қой. Не только қыздар, балдардың да жігіттерінде. Осындай шампуньмен кондиционер болады қасында. Екеуін ұсынғым келіп отыр. Ең керек нәрсе, ең құнды нәрсе ол шаш. Сол үшін шаштарыңызды күтіммен қараңыздар. Менің ағам достары жазып кетем. Сол жерден көрсеңіздер, оқысаңыздар, отзывтарын оқысаңыздар болады. Мен покупкам жасауға келдім Есентайға. Енді не алсам болады деп ойланып тұрмын. Қазір енді ойымда бір-екі бренд бар. Соның қайсысын алсам болады. Мен қайсысын алған дұрыс туған күніме? Иә. Өзіме бірінші рет осындай қымбат сыйлық жасайын деп жатырмын. Ал мен әлі жүрмін, таңдай алмай не зат алсам болады деп 1 сағат болды уже. Таңдау қиын болып жатыр. Жерден шығып, қайтып бара жатырмын. Сегодня что-то я вообще не такая какая-то. Эфир уақыты аяқталды. Шай тамағын ішіп болып, қазір енді оқыс жұмыстан енді шығып жатыр екен. Ертеңге образдарымды алып көрсетіп боламын. Достар, енді көбіміз білесіздер ғой, мен жақында туған күнім екенін Инстаграмда да айтып жатырмын. Енді бір-ақ апта қалды ғой. Сонымен бүгін енді Есентайға сыйлық алуға өзіме келгенімді білесіздер. Және де қомақты бағаға бюджет өзіме подарка алдым. Өз-өзіме сыйлайын деп. Және де мен өзімді ғана қуантпай, туған күніме қарсы сіздерді де қуантқым келіп жатыр. Қалай десеңіздер, мен не алғанымды тапқан адамға мен 20 000 теңге берсем ба деп отырмын. Бір адамға ғана емес, 2 адамға керек, давайте. 2 адамға тапқан ең алғашқы 2 адам менің не зат алғанымды табатын болсаңыздар, сіздерге 20 000 теңгеден беретін боламын. Мен ғана қуанбай, сіздер де қуаныңыздар, оған лайықты. Күніміздің бәрін өзімізге арнадық. Қыздармен киноға да кіріп шықтық. Қарсай? Деловая колбаса отыр. Иә, дым қызымыз қандай киноға кірдік? Өз сол телеохранитель екен десең, қызық емес көрмей қойынша. Аватар 2 рет көре салымыз керек еді. Достар, қалайсыздар? Жаңа жылға дайынсыздар ма? Сыйлық сатып алдыңыздар ма? Өйткені мен әлі сыйлық алған жоқпын. Біз үйде Тайны Санта ойнап жатырмыз. Сонымен қатар еще жобада бізде жаңағы Тайны Санта ойнатылады. 30 күні және де маған кім түсті деп ойлайсыздар? Негізі мен баршылық кезде ойлағанмын, наверное, вот закон подлости бәрібір де осы адам түседі деп. Бірақ ол адамға да не сыйларымды білмеймін.
Классная погода сегодня. Кофеечек. И идем на студию. Ерте келсек осылай жатамыз. Жарым пайыз Диана жай сөйлешші. Ертең 30-ына Тайны Санта екен білесіздер. Маған кім түсті ойлайсыздар, бүгін сыйлық алуға бару керекпін. Не алатынымды таңдап қойдым. Енді кім түсті